Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен видеода күнделікті өмірде қолданып жүрген Яндекс браузерінің функцияларын туралы таныстырып өтемін. Мысалға біз YouTube платформасындағы ағылшынша видеоларды Яндекс перевод арқылы өзімізде озвучкаларды аудара аламыз. Мысалға ағылшынша видеоны қосамыз. Видеоны мыжғаннан кейін үш нүкте ашылады. Сол жерден включить перевод деген батырманы басып, өзіміз қалаған тілді алып, сол видеоны қосқан кезде қазақ тіліне аударып береді мысалға. Бізге беті чаттың қуатты пайдаланушысы болатыныңызға кепілдік беремін. Біз сіз пайдалана алатын 15 түрлі пән мен жолын қарастырамыз. Көріп тұрсаңыздай, ағылшынша видеоны қазақ тіліне озвучить етіп аударып берді. Және де осы видеоны көріп отырып, оң жақ төбедегі үш нүктені бассақ, бұл жерде үш бөлім бар: редактировать, перевести страницу және спросить по странице. Мысалы, спросить по странице батырмасын басып, бұл жерге біз бұл видеода қысқаша не айтылған деген сұраныс жіберсек, видеоның қысқаша мазмұнын бізге айтып береді. Видеоны толық көрмей-ақ, осылай қысқаша ғана мазмұнын біліп алсақ болады. Көріп тұрсаңыздар, қысқаша ғана бұл видеода не жазылған, не туралы айтылады, қысқаша мазмұнын осылай бізге білуімізге болады, видеоны толық көрмей-ақ. Редактировать бөлімінде ол біз көп білетін ChatGPT-ға ұқсас, кез келген мәліметті, ақпараттарды видеоны көріп отырып сұрай берсеңіздер болады. Сонымен қатар Яндекс браузерінің бастапқы бетінде пересказ деген бөлімі бар. Бұл жерде біз өзіміздің реферат, материалдар, сабақ жоспарлары, қандай да бір документтер болса, осы документтерді жіберіп, қысқаша мазмұнын білуге болады. Және де Яндекс браузерімізге поискқа өзіміздің қандай да бір сұранысымызды жазсақ, мысалға жасанды интеллект деп жазамыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай поискта тек қана сайттар берілген, ал ақпаратты қысқаша тезірек білу үшін нейро бөліміне өтеміз. Бұл жерде бүкіл материалдарды қысқаша және нақты етіп бізге жазып көрсетіп береді. Және де Яндекс браузерінің қызықты функцияларының бірі ол қандай да бір фотодағы тексті өзімізге ыңғайлы етіп көшіріп алатындай функциясы бар. Ол үшін браузердегі бастапқы беттегі суретті мұжып, суретті басып, поиск по фото деген браузер ашылады. Бұл жердегі текст на изображение деген анықтамасы бар. Бұл жердегі тексті өзіміз ыңғайлы етіп көшіріп алуымызға болады. Қорытындылай келе, бүгін күнделікті өмірде қолданып жүрген Яндекс браузерінің көптеген функцияларымен таныстық.